Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге жаңа оқу жылының басында өткізілетін ата-аналар жиналысының барысымен таныстыратын боламын. Жиналыстың мақсаты ата-аналарды ұйымшылдыққа, бірлік, татулықта болуға шақыру, оқу жылы барысында белсенділік танытуға үндеу, бірігіп жұмыс жасай алу, бір-бірінің ойын тыңдауға, жағымды орта қалыптастыруға бағыттау. Әрине, әдеттегідей жиналысты өткізбес бұрын мен ата-аналарыма осындай түрлі шақырулар жасап жіберемін. Күн тәртібіндегі мәселелер: топтарға бөліну, сәлем сөздің анасы атты топтық сәлемдесу ұйымдастыру, айнымалы бекеттер жағдаяттарын шешу, менің балам тренингін өткізу, оқу жылына байланысты әртүрлі мәселелер туралы айтып өту. Ата-аналарды 1, 2, 3, 4 деп жазылған қима қағаздарды тарату арқылы 4 топқа бөліп аламын. Сәлем сөздің анасы топтық сәлемдесуді ұйымдастыру үшін әр топқа бір конверттен беріледі. Конверттің ішінде әр мемлекеттің тулары салынған. Сол мемлекеттің сәлемдесуін ата-аналар топтасып бірге отырып көрсететін болады. Топтық тапсырманы бірге ақылдаса отырып орындайды. Сондай-ақ ақпараттық технологияны пайдалану, интернет желісіне кіріп, қарап, көріп, сөзбен немесе іс-әрекетпен, қимылмен сол мемлекеттің сәлемдесу әдебін көрсететін болады. Айнымалы бекеттер жағдаяттарын шешу: бұл жерде әр топқа әртүрлі жағдаяттар ұсынылады. Бірінші, сізге мектептегі мұғалімдерден сіздің балаңыз басқа балаларды ұрады деген бірнеше шағым айтылады. Тағы көрші ата-аналардан да біздің баланы ұрды деген сөз естуге тура келеді дейік. Не істейсіз? Балаңызды қалай тәрбиелейсіз? Екінші топқа: кейбір ата-аналардың баласының әрбір іс-әрекетіне көңілі толмай, сен сала алмайсың, сен істей алмайсың, сен түсінбейсің деп айтып жататынын байқаймыз. Бала іс-әрекетіне теріс баға беруге қалай қарайсыз? Үшінші топқа: балаңыз соңғы шыққан iPhone телефонын алып беруін өтінді. Себебі сыныптағы досына ата-анасы алып берген екен. Сіздің де алып беруге жағдайыңыз бар. Бұл жағдайда не істер едіңіз? Төртінші топқа: жұмыстан келіп, балаңыздың көзілдірігі шытынап сынайын дегенін байқадыңыз. Балаңыздың көңіл күйі жоқ, сұрап едіңіз, ештеңе деместен жылап жіберді. Сіздің әрекетіңіз қандай болмақ? Міне, 4 топқа осындай 4 түрлі жағдаят беріледі. Жағдаятпен қоса бірге әр топқа 1, 2, 3, 4-ке бүктелген қағаз беріледі. Бұл жерде әр топта отырған ата-аналар жағдаятты оқып, 1 деген жерге бірінші топ өзінің жағдаятты қалай шешеді, сол шешу жолын жазады. Келесі айналмалы бекет болғандықтан ата-аналар келесі топқа барып, екінші топтың жағдаятымен танысатын болады. Екінші топтың жағдаятымен танысып, оның шешілу жолын 2 деген жерге жазады. Осы сияқты 3-ші топқа, 4-ші топқа барып, әр топтың жағдаятын оқып, танысып, шешу жолдарын жазады. Бір жағдаятқа әр топтан жауап берген кезде 4 түрлі нұсқа пайда болады. Ата-аналар бір-бірінің жауабын көрмейді, себебі қағаз бүктеулі болады. Соңында топ өз орнына келгеннен кейін топтан ата-аналар шығып, шешілу жолдарын оқып таныстырып береді. Жағдаят шешіліп болғаннан кейін менің балам атты тренинг өткіземін. Бұл жерде әр топқа әртүрлі заттар беріледі. Бірінші топқа тек қана ақ қағаз, екінші топқа ермек саз, үшінші топқа түрлі түсті қарындаш, төртінші топқа губка, яғни сіңіргіш. Бала қағаз сияқты таза, ермек саз сияқты иілгіш, түрлі түсті қарындаш сияқты өте әдемі, сезімтал, губка сияқты кез келген жақсыны да жаманды да бойына сіңіріп алады деп түсіндіруге болады. Және сонымен қатар
баланы тәрбиелеуде, бағыт-бағдар беруде біз ата-аналар қай жаққа бұратын болсақ, яғни бала солай тәрбиеленеді деп түсіндіріп қорытындылауға болады. Күн тәртібі бойынша соңғы мәселе, яғни оқу жылы бойынша әртүрлі мәселелер. Бұл жерде мен бірнеше іс-әрекеттерді тізіп қойдым, яғни біріншісі мектеп ережесімен танысу, оны сақтау, оқулықтарды қаптау, таза ұстау, ұқыптылық, білім сапасын арттыруға байланысты жұмыстар, оқушының қауіпсіздігі, ата-аналар комитетін сайлау деген сияқты. Сіз өзіңіздің сыныбыңызға байланысты өзгерістер енгізіп аласыз. Назарларыңызға рахмет. Егер де бұның ішінде айтылған ақпараттар сіз үшін құнды, қажетті болса, каналға жазылып, лайк басып отырыңыздар.